Сәлем достар, сіздермен бірге Айдана Сапарбек. Бүгін 6 бұрышты мотив тоқып үйренетін боламыз. Біз бұндай 6 бұрышты мотивтармен түрлі салфеткалар, көрпешелер немесе кішкене кілемшелер тоқып. Және мен осындай 6 бұрышты мотивтің бірнешеуін тоқып, соңында бір салфетка шығармақшымын. Бұл мотивті тоқу үшін мен сары және қызыл түсті алдым. Крючокпен тоқимыз. Міндетті түрде қазір схема бойынша сызып түсіндіретін боламын. Бірінші біз сары жіптен бастаймыз. Сары жіптен 4 воздушный петля аламын. 1, 2, 3, 4. Біріншісіне біріктіре отырып шеңбер жасаймыз. Міне шеңбер. Осы шеңберге 6 воздушный столбик без накида тоқимын. Воздушный петлямыз біреуге саналады. 2, 3, 4, 5, 6. Міне менде бірінші қатар аяқталды. Оны біріктіремін. Бірінші біздің воздушный петляға. Міне осындай кішкене ғана шеңбер шықты. Екінші қатарды қазір түсіндіріп өтейін. Схема түрінде. Міне бізде бірінші 4 воздушный алатын болсақ, оны біз бекіттік. Және бұның үстіне 6 без накида тоқыдық. 4, 5, 6 біріктірдік. Енді келесі үшінші қатар опять бір воздушный петлямен көтеріліп, бір столбиктің үстіне 2 столбик тоқимыз. Мына жерде воздушныйдың жанынан біреуін тоқимын. Сол кезде воздушныймен қоса 2 болады. Келесіне 2, келесіне тағы 2, 2, 2, 2. Сонымен бізде 12 болады общий. Сосын біріктіреміз. Енді қазір мен оны жұмыс жүзінде көрсетейін. Міне бірінші қатарды біттік. Екінші қатар бізде воздушный петля. Воздушный петля тоққан жерімізден тағы без накида аламыз. Міне 2 болды. Келесі петляға кіріп, тағы 2 петля аламыз, 2 столбик аламыз. То есть менде бір столбиктің үстінен 2 столбик шығып тұр. Бізде бірінші қатар болатын болса, екінші қатарда 2 столбик шығады. Міне келесінен тағы солайынан 2 аламын. Келесі тағы 2. Осылайша барлық 6 столбиктің үстінен 2 столбиктен жүріп, 12 столбик жасаймыз. Біріктіреміз енді. Енді бізде келесі қатар, келесі үшінші қатар, бізде тағы воздушныймен біреуін екі воздушный тоқимыз. И мына без накиданың үстіне бір без накида тоқимыз. Келесі бізде воздушный петля, бір без накида, бір воздушный петля, без накида, воздушный петля, без накида. Осылайша біз 12 столбигінің үстіне 12 столбик тоқимыз, бірақ ортасына біз бір воздушный петлядан салып отырамыз. Яғни бізде осылайынан көрінеді. Міне столбик, воздушный петля, столбик, воздушный петля, столбик, воздушный петля. Осылай тоқимыз. Біріншісінде бірақ 2 воздушный алам, өйткені біреуі бізде столбик ретіне кетеді. Сондықтан бір столбик, екінші столбик, воздушная петля, келесі столбик, воздушная петля, келесі столбик, воздушная петля. Осылайынан қатардың соңына дейін тоқып шығамын. Міне үшінші қатарды біттім. Енді оны бекітемін. Міне. Енді келесі төртінші қатар бізде
былайынан жалғасады. Жаңағы бізде үшінші қатарда столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля болып осылайынан жалғасып кетті. Бізде келесі қатар, міне, бір воздушный тоққан жерімізге екі столбик ортасына воздушный шар саламыз. Воздушный, то есть петля саламыз. Столбик тоқимыз, воздушная петля, столбик, воздушная петля, бір ғана столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля и бір ғана столбик. Яғни осы қайталанады. Міне, бір воздушный петлядан екі столбик алып шығамыз, келесінен бір ғана столбик, келесінде екі, келесінде бір. Осылайынан қайталанып шығамыз. Бізде мынандай қосылған қос столбик бізде 6 болу керек. Осы жерде бізде уже бұрыш шығады төртінші қатарда. Міне, көрсетейін. Міне, бірінші бос орынға біз екі воздушный тоқып, столбик тоқимыз, воздушный тоқимыз, келесіне біз жай ғана столбик, бір ғана столбик, воздушный петля и екі столбик, бір воздушный петлядан шығады. Не? Воздушная петля, бір столбик, воздушная петля, екі столбик. Воздушная петля, бір столбик, воздушная петля, екі столбик. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді бір воздушный тоқып, бірінші жаңағы төртінші қатарымыздың басына біріктіремін. Міне, байқасаңыздар, менде уже 6 бұрыш шықты. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бұрыш шықты. Енді келесі қатар, 5-ші қатар бізде былайынан болады. Міне, бізде мынау 3-ші, мынау 4-ші қатар болды. Енді келесі 5-ші қатар мынау сол күйінде қалады. Бір мына воздушныйдың ішінен біз столбик тоқимыз, воздушная петля и келесі столбик. Осылайынан қалады еш өзгеріссіз. Ал келесі мына воздушный петлямыздың үстіне екі столбик тоқимыз, бірақ мұнда қалдырмаймыз ортаңғы бөлігіне. Осылайынан жай ғана столбик тоқып кетеміз. Міне, келесіне де дәл солай қайталаймыз. Екі столбик, бір воздушный шардан екі столбик шығарамыз. Келесі мынау бізде қалады. Бұл бұрыштар ғой. Бұрыштар еш өзгеріссіз қалады. Келесі қатардың барлығында бұл сақталады. Міне, екі столбик воздушный шарымен бұл сақталады. Тек мынау біздегі воздушный шарлардың орнына екі столбик тоқып шығамыз. Міне, бірінші бізде мына жерде бұрышы сол күйінде қалады. Келесі мына воздушный шардың ішіне екі столбик тоқимыз қатарынан. Екі столбик. Келесі воздушный шардың ішіне тағы екі столбик тоқимыз. Келесі бұрышын шығарамыз, дәл солайынан. Екі столбик ортасында воздушный шар. Воздушная петля. Келесі екі столбик қатарынан. Осылайынан қатардың барлығын тоқып шығамыз. Міне, 5-ші қатарды бітіп қалдым. Оны біріктіремін. Бірінші тұрған воздушный петляға. Міне, 6 бұрыш шығып келатыр. Келесі қатар бізде 6-ші қатар. 6-ші қатар бізде мына бұрыш сақталады сол күйінде. Енді келесі қатардың барлығында осы бізде қалады. Міне, столбик, воздушная петля, столбик. Бұл қалады. Келесі бізде мына 4 столбик тұр ғой. Сол бізде қазір 5 болып шығады өзі автоматты түрде. 1, 2, 3, 4. Тағы бір 5 петля шығу керек. Қазір тоқу барысында көрсетем. И бұрышқа келгенімізде біз тағы 2 столбик ортасына петля салып отырып тоқимыз. Келесі тағы 5 петля. Осылайынан осы қайталанады. Яғни бұрыш 5 петля, 5 столбик, бұрыш 5 столбик.
Міне енді 6-шы қатарды бастаймын. Бұрыштан 2 воздушный, 1 столбик, келесі 5 столбик тоқимын. Бес столбик, бұрыш, 1 столбик, воздушная петля, бұрыш. Енді 5 петля. Яғни бізде бұрыш шығарамыз, 5 столбик тоқимыз, бұрыш шығарамыз, 5 столбик тоқимыз. Әр екі бұрыштың арасында бізде 5-5 петлядан тоқылады. Міне, 6-шы қатарда бітті. Енді бұны мен бір бекітемін. Келесі мен жіпті ауыстырамын. 6-шы қатардан кейін мен қызыл жіппен бастаймын. Ол үшін осылайынан өткізіп, сары жіпті қаттырақ тартамын босап кетпес үшін. Енді бұрышты шығарамын қызыл жіппен. Келесі менде жаңағы 5 столбик тоққан жерге 6 столбиктан тоқып шығамын. Әр бұрыштың арасы, әр екі бұрыштың арасы 6 столбиктан тоқылады. Келесі қатарда 7, одан кейін қатарда 8, осылайынан әр қатар сайын бірге көбейіп отырады. Алдыңғы қатар бізде 5 болды ғой, бұл қатарда 6, келесі қатар 7 болады. Осылайынша жалғасып, бұл қатар көбейген сайын бұл да көлем жағынан үлкейе береді. Осылайынан қызыл түстен 5 қатар жүріп шығамын. Міне 5-ші қызыл қатарды біттім, біріктіремін. Міне аяқтаймын сонымен. Осылайынан шықты менде. 5-ші қатарға келген кезде қызылдың менде мына екі бұрыштың ортасындағы столбиктар саны 10 болды. 10-ға жетті. Келесі қатар тоқитын болсам, егер мен осыны жалғастырып үлкейтіп, осы жаңағы 6 бұрыштағы мотив менің үлкен түрі керек болса маған, ол кезде мен осылайынан жалғастырып кете берем. Әр қатар сайын бір-бірден қосып отырады. Мына жерде қазір менде 10 болса, келесі қатар 11, одан кейін қатар 12 болып солайынан жалғасып кете береді. Егер видео сабақ ұнаған болса, лайк басып, төмендегі подписаться деген кнопканы баса кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.